енді жаңағы кімнің де жарқын ұстаздың да айтып жатқаны, енді астында да әртүрлі нәрсені айтып жатқан шығар, ғайбаттама, біреуді бірдеңе қылма деп. Ол нәрсе біріншіден ғайбатқа жатпайды. Адасушы топтың немесе адастырушы адамның оның адастыру жайында айтуы, керісінше имам Абу-Лайс Самарқандиді айтпасам болмайды. Машалла, Алла разы болсын ол кісіге. Рахматулла алейх. Ол кісі айтады, егер де ондай адамдардың айыбын ашып адамдарға айтпайтын болсаңдар дейді да, жаңа ол күнә дейді, керісінше. Ол ғайбатқа жатпайды, ол сауапқа жатады дейді. Адасушы нәрсенің адасушылығын айтпай көз жұму ол күнә дейді да. Көрдіңіз бе? Сол үшін жаңа жанайқайдан шығып кетіп жатқан нәрсе, бұл неге жанайқайдан шығып жатыр? Мысалға, менде де шығады ол нәрсе. Кейде кейбір нәрселер сол ислам тарихынан дұрыс емес өтірік әңгімелерді айтып жатқан кезде, менде де айтамын, сен маман болмасаң неге айтып жатсың оны? Неге? Енді осы жерде сұрақ туылады. Иә? Жарқын ұстаздың шырылдап жатқаны, басқа муфтияттың шырылдап жатқаны, діннің атынан сөйлемеңдер, жалған сөйлең. Мынадай нәрсе бар. Әрбір мұсылманның пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында ақылары бар. 11 ақысы бар екен. Әрбір мұсылманның, әрқайсымыздың жеке-жеке 11 ақымыз бар. Сол 11 ақының ішінде бір ақысы бар. 11-ін бәрін айтып тастамаймын, мен өйткені қызық болмаған. Бір ақысы бар, ол пайғамбарға жәрдемдесу деп аталады. Машалла. Тағы бір ақысы бар, оның атынан жалған сөйлемеу деген. Қалған 9-ын кейін подробныйды басып өздеріне алады. Машалла. Осы жерде жанайқай осыдан шығып жатыр ғой. Сенің ол дінді қорғауың, пайғамбардың сөзін қорғауың, Алладан келген Құранды қорғауың, бұл пайғамбардың алдында біздің ақымыздың өтеліп жатқандығының көрінісі. Ал біздің сол пайғамбарды қорғауымыз кімге жетіп жатыр? Пайғамбарымызға жетіп жатыр саллаллаху алейхи вассалам. Сендердің істерің маған мен кеткеннен кейін келтіріледі дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Егер де ол нәрсе жақсы болса, мен Раббыма мақтау айтып жатамын дейді жатқан жерімде. Ал егер де сендер туралы дұрыс емес әңгіме келсе маған, онда мен жатқан жерімде сендер үшін кешірім сұрап жатамын дейді. Ол өмірден өтіп кетсе де біз үшін кешірім сұрап жатады да, субханалла. Міне сол ұстаздардың жанайқайы, айналайындар, оны бізге дейін де қанша адам айтып жатады, психологсың ба, психологияң туралы айт,